Сәлеметсіздер ма? Бұл жәндіктің аты қандала, көбісіңіз білесіздер. Өздері өлтіріп тастаған. Сол қандаланы қалай дәрлеу керек екенін көрсеткім келіп жатыр. Видеоға түсіремін. Егер өзіңіз ауылдың шетінде, қалада емес, ешқандай дезинфекция маманы барылмайтындай жағдай болса, онда қалай дәрлеуге болады? Мүмкіндігінше дезинфектор шақырған дұрыс, өйткені бұл өте қауіпті. Міне мынандай препарат бар. Мынау бізде Астанада 3500 теңге тұрады, ручной. Және холодный туман 120 000 теңге тұрады. Мынау 3500 теңге тұрады. Осымен диванды қалай дәрлейміз? Диванның осы табанын көреміз. Мынандай тігістерін қарайсыздар. Қандаланы іздегенде. Бұл кресло болған екен, бұл креслода жоқ. Негізі көбіне адам ұйықтайтын жерде диванда болады. Сол, мынаны іздегенде диванды төңкеріп, табанын қарайсыздар. Мынау табаны мысалға. Осы табанын қарайсыздар. Мынау қандалалар табанынан түскен. Осы креслода адам ұйықтамаса да, көбейіп кеткен кезде осындай табанында да бола береді. Енді қалай дәрлейміз? Міне аяғында осылардың арасында болуы мүмкін. Сосын міне мынаның арасында болуы мүмкін. Осылай төңкерген кезде анау ішіне кіреді қарай. Солар дәрісі. Қиямыз. Мынандай тігістерді қарау керек. Мына тігісте болады сосын. Мынандай тігістерінде болады. Астына прям кіру керек. Мынандай арқасында диванның. Шүбірін басы арқасында. Осы тігісінде болуы мүмкін. Осындай тігіс біткеннің бәрін толықтай дәрлеп шығамыз. Енді осы креслоның беткі жағын дәрлейміз. Бұл сложный дивандар. Ең қауіпті. Осындай жақтарын қарау керек. Қандала. Жай бетін қарамау керек. Міндетті түрде адамның қол жетпейтін жерлерді қарау керек. Осындай жерлерде отырады. Мынандай тігістердің арасында да отырады. Осыларға жеке-жеке қою керек. Әрқайсына. Мынандай тігіске. Сосын мынаның астында ұмытпау керек. Оның астын ұмытпау керек. Креслоны жаңағы ошақтың дәрледік, ошақты. Жерді ұмытпау керек. Егер диванымыз осындай болса, соған ұқсас қой, енді бәрінде тігістері бар, сондай.
сосын анда принцтарға құйып шығуды ұмытпау керек. Принцтарға құйып шығу керек. Мына принцтің мынандай тесік жерлері болса, кішкене ашық жерлер болса, ол жерден сұйықтық кіреді. Сұйықтық кірген жерлерден қандала да кіре алады. Осылай жағалай құйып шығу керек бұрыштарға. Сосын розетканы да ұмытпаймыз. Мұқият қарау керек. Кейде осындай подоконниктің астында жырықтары болады да стенаның. Сондай кезде ондай жырықтарын жауып тастау керек, бір рет дәрлеп болғаннан кейін. Арабайдың аттарына қоямыз. Мына жерде бір ашық жерде бар. Жерлерде кіруі мүмкін. Маған да құйып кетеміз. Қай жерде тесік бар, сол жерлерге кіреді. Бұл көбейіп алған кезде. Тесігі бар екен ондай. Ондай тесіктерге де құйып кетеміз. Сосын міне есіктің жақтауларын да білу керек. Мынау қуыс қой, осы жерге де тағып жатқанда. Есеп шығамыз. Қиып шығамыз. Біреулеріне де солай қоясыздар. Сосын міне холодный туман болса, холодный туманмен